Кен даланы ғасырлар бойы батыр бабаларымыз қорғап, бізге аманат етті. Тәуелсіздік алғанға дейін еліміз талай тарихи оқиғаларды бастан өткерді. Сол күрделі кезеңдердің бірі 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Қазақ жастары әділдік пен еркіндік жолында алаңға шықты. 1991 жылы ғасырлар арманы орындалып, еліміз тәуелсіздік жариялады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы жаңа мемлекеттің негізін қалады. Тәуелсіздік алған күн қазақ халқының ең үлкен қуанышы болды. Еліміздің әр өңірінде адамдар бір-бірін құттықтап, жүректері шаттыққа толды. Шаттық пен тәртіп, еркіндік пен бірлік бір арнаға тоғысып, бүкіл елді қуанышқа бөледі. Қала алаңдарында халық ән айтып, би билеп, бір-бірін құттықтап, сахнада музыка ойнап, аспаптардан әсем әуендер төгілді. Бұл күн халықтың ғасырлар бойғы арманын ақтаған тарихи сәт еді. Бүгінгі ұрпақ осы тәуелсіздіктің жемісі. Бүгінде азат елімізде түрлі маман иелері алаңсыз еңбек етіп жүр. Елімізде адал қызмет еткен әрбір азамат, еліміздің дамуына өз үлесін қосып жатқан әрбір жұмысшы, тәуелсіз мемлекетіміздің болашағы. Тәуелсіздік тұғырлы болсын, туымыз көкте мәңгі желбіресін.